WorldSkills Қазақстан байқауының өңірлік кезеңі өтуде. 2 күн бойы облыстың барлық колледждерінен келген 155 студенттің шеберлігін 148 сарапшы саралайды. Іріктеу кезеңі биыл 20 аталым бойынша өтуде. Оның екеуі Шыңғырлау және Қазталов аудандарында болған еді. Байқау елімізде 5-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Шаштараз бағыты бойынша байқау Урал сервис технологиялық колледжінде өтуде. Қамбар Сәлімбаев осы мамандықтың қыр-сырын меңгерген жастың бірі. Осы оқу ошағында инклюзивті топта білім терген. Заманауи шаш үлгілерін жасап, бояғанды ұнатамын. Өз таңдаған мамандығымды жақсы көремін. Осы саланың хас шебері атанғым келеді. Сондықтан осы байқауға қатысудамын. Кіл мықтылар бас қосатын республикалық додаға қатысып, шеберлігімді шыңдағым келеді. Бүгін 5 тапсырма орындаймыз. Шашты қию, бояудан бөлек қалыңдыққа арналған шаш үлгісін жасаймын. Қазақ драма театрының фойесінде жиналған бұл жастар қазіргі еңбек нарығында аса қажет маман иелері: дизайнер, тас қалаушы, мейірбике, шаштараз, сылақшы, дәнекерлеуші, енді бірі қолынан бал тамған аспаз. Студенттердің білім білігін осы саланың қыр-сырын меңгерген сарапшылар бағалайды. Мақсат жұмысшы мамандықтардың мәртебесін арттыру, кәсіптік техникалық білім беру үрдісіне озық тәжірибелерді енгізу. Өйткені соңғы жылдары осы мамандық иелеріне сұраныс артып отыр. Біздің аспаз мамандығы қазіргі уақытта өте қажетті мамандық деп айтса болады. Ол дейтін әртүрлі мейрамханаларға, әртүрлі жерлерге қажет аспаз мамандығы. Алда жоспарым бір мейрамханада белгілі аспазшы болып жұмыс істегім келеді. Мен Жаңақала колледжінің намысын қорғауға келдім. Және де мынау бірінші жарысым емес. Мен 2017 жылы WorldSkills'те ең бірінші рет қатысқан. Байқау 12 колледж және 5 әлеуметтік серіктестік базасында өтпек. Өңірде бәсекеге қабілетті кадр даярлау үшін кәсіптік техникалық білім беру бағдарламасы жетілдірілуде. Мәселен, педагогикалық колледж оқытушылары Кембридж университетінің білікті мамандарымен бірлесіп, жаңартылған бағдарламалар әзірлеуде. Жоғары аграрлық техникалық колледжі еліміз бойынша алғаш болып білім жүйесіне BIM технологияларды енгізуді қолға алған. Осындай мамандықтарды таңдап, ертең нарыққа дайын, жоғары кәсіпқой маман ретінде барып қызмет жасайсыздар. Бұның барлығы да біздің өңіріміздің, жалпы еліміздің экономикасының дамуына үлкен үлестеріңіз болып есептеледі. Қай жерде жарыс бар, сол жерде бәсекеге қабілеттілік шыңдалады. Сондықтан да осындай жыл сайын өткізілетін WorldSkills төменнен бастап, қазір мына облыстық деңгейде ең озықтары ұлттық деңгейге шығады, ұлттық деңгейден халықаралық деңгейге шығады. Былтыр ұлттық чемпионатта батыс қазақстандық жастар 2 алтын, 2 қола медаль еншіледі. 5 студент үздік маман иегері атанған. Ұйымдастырушылардың айтуынша жас буынның жұмысшы мамандықтарды меңгеруге қызығушылық артып отыр. WorldSkills Орал 2019 биылғы жылы 5-ші рет өңірімізде өткізіліп жатыр. Биылғы жылдың ерекшелігі біздің мамандықтардың санымыздың көбейгендігі. Сонымен қатар сарапшылардың биылғы бағалау критериясы да өзгертілді. Барлығы да электрондық түрде жүргізілетін болады. Бұны бас сарапшы бақылап отырады. 100-ден жүйрік шыққандардың есімі 26 сәуір күні белгілі болады. Іріктелген үздіктер қазан айында Нұр-Сұлтан қаласында өтетін ұлттық чемпионатта бақ сынайды. Халықаралық деңгейдегі байқауға жолдама ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. Батыс Қазақстан индустриалды колледжінің студенті Темірлан Орынов Татарстанның астанасы Қазан қаласындағы әлемдік жарыста ел намысын қорғамақ. Гүлден Аюпова, Ербол Мдығалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.